Есік қатты жабасашы, Айко. Айко. Сәлематсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Сіздер маған кері байланыс берсеңіздер, жақсы көрініп тұрса, жақсы естіліп тұрса, бір ауыз байланыс қалдырсаңыздар екен. Сіздерге қаншалықты көрініп тұр, қаншалықты естіп тұр, есік жаба салыңдар. Қаншалықты дауысы жақсы шығып тұр, кейде сіздер дауысы шықпай қалды деп айтасыздар. Қазір дауысын қосып қояйын. Молодец, Эрсак, Зыко. Сразу плюс қойып отырсыз. Қазір көп замай, барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Гаухар есіме түсіргеніңізге рахмет. Қазір көп замай медитацияны бастайтын боламыз. Құрметті жалпы трансформация сабағына қатысушы ханымдар мен мырзалар, мен сіздерді сабақта көріп отырғаныма тағы да шын жүрегіммен қуаныштымын. Біз ары қарай жылжып, өзімізді танып, өзімізбен жеке жұмыс істеп, өзіміздің ішкі әлеміміздегі трансформацияны жасау үстіндеміз. Барлықтарыңызға тағы да бір мәрте үлкен алғыс айтамын. Менімен бірге дамып жатқандарыңызға, өсіп жатқандарыңызға. Бүгінгі біздің жалпы сіздердің көптен бері тіреліп тұрған мәселеміз, біз әлі де ішкі жан дүниеміздегі негативтерді, ішкі жан дүниеміздегі өкпе-ренішті, өзгелерге деген ыза кекті, өзгелерге деген ішкі жан дүниеміздегі ренішті әлі де біз осы дүниелерден арылу үстіндеміз. Жалпы мен сіздерге айтайын, кез келген адамның өмірінде реніш болуы заңдылық, это нормально, это норм. Просто ол ренішті ұзақ жылдар бойы арқалап жүру, ұзақ жылдар бойы оны айту өзгелерге, оны миыңда қопсыту, это не норм. Адамның болғаннан кейін әртүрлі сезімдерге берілу, это өмір болғаннан кейін өмірдің сондай моменттері болады. Бірақ көптеген адамдар осы ренішке өздерінің көптеген жылдарын арнап, сол реніштен шыға алмай, сол ренішке қайтадан бата беріп, өздері соны ойларымен әрі қарай қопсытып, ойлап, өздерінің өмірлерінің бір кезеңінен алға қарай жылжымай тұрып қалады. Ренжу это нормально, да? Адам болғаннан кейін сіздің ішіңізде әртүрлі сезімдердің болуы заңдылық. Бірақ сол моментте ұзақ жылдар тұрып қалу, яғни это ненормально. Біз айтқан сайын, ол моменттерді қопарған сайын, еске алған сайын, біз өміріміздің алдағы кезеңіне аяқ баспай тұрып қаламыз. Сондықтан мен сіздерге өткен жолы айтқан болатынмын, осы ренжу нормально деген сөз тағы да айтамын. Бірақ сіздің өміріңізде мысалға өзге адамдар болған кезде сіз ренжігеніңізді, кешіргеніңізді қайдан білесіз? Сіздің ішіңіздегі реакция кетіп қалады. Яғни сіздің ішіңіздегі ол адамға деген жек көру, или оны көрген кездегі жындану, или болмаса өкпелеу сияқты ішіңіздегі ауыр сезімдер кетеді. Сіздің ішіңізде мызғымас тыныштық орнайды. Вы спокойно к этому человеку относитесь. Спокойно оны көрген кезде амандаса аласыз, спокойно ол адаммен тілдесе аласыз. Яғни бұл уже кешіргендіктің белгісі. Бірақ мен сіздерге айтайын, өміріңізде сіздің адам емес деген түсінік бар да. Мысалға, ол түсінікті қалай дұрыстап түсіндірсем болады. Мысалға, сіздің өміріңізде сізбен біте қайнасатын, сізді түсінетін, сізбен ұғынысатын, сізбен тіл табысатын, өте жақын болатын адамдар бар. Ол адамдарды сіз өміріңізге жақын жіберіп, ол адамдармен бірге болсаңыз болады. Ал егер сіз бір адам қатты ренжітті, сіз ол адамды кешірдім екен деп, мен кешіргеннен кейін ол адамды қайтадан түк болмағандай бетінен сүйіп
ештеңке болмағандай бұрынғыдай араласуым керек деген ұғымнан арылсаңыздар екен. Өміріңізде жалпы адам дамыған сайын, адам алға басқан сайын өмірінде кейбір адамдардың өздігінен өмірінен кетіп қалу это нормально. Потому что кейбір адамдар сіздің өміріңізден өздігінен ол адамдармен әңгімеңіз таусылған кезде, ол адамдарға сіздің береріңіз таусылған кезде өз-өзінен сіздің өміріңізден кете бастайды. Яғни әрбір біздің өмірімізде жолыққан адам белгілі бір мөлшерде бізге сабақ беру үшін, бізді өсіру үшін, бір нәрсені ұғыну үшін келді. Енді ол адамнан ұққаннан кейін, сіз өскеннен кейін ол адам сіздің өміріңізден кетіп қалатын болса, ол адамды іздеп мен кешіруім керек, оны құшақтап жүруім керек, қайтадан күнделікті сөйлесуім керек деп ойламаңыздар. Просто сіздің ішіңіздегі реакция кетсе, значит сіз кешірдіңіз, значит все нормально. Осы жағдайды ұқсаңыздар екен деймін. Қазір сіздердің барлықтарыңыз ыңғайлы жерге жантайсаңыздар екен. Біз қазір ата-ананы кешіру деген медитацияны бастаймыз. Осы бүгінгі сабақтан кейін кешіру тақырыбын жабамыз да. Біз ары қарай өз эмоциялармен танысып, ары қарай өзіміздің энергиямызды көтеретін, ары қарай терең тақырыптарға бойлайтын боламыз. Сондықтан кішкентай баланың позициясынан шығып, өміріңіздегі 45 жыл болған оқиғаны 45 жыл бойы арқалап, оны 125 жыл елдерге айтып жүрудің ешқандай қажеті жоқ. Сол моментінде біреуге ренжідіңіз ба? Сол моментінде әртүрлі сезімдерді бастан өткердіңіз ба? Болды, ол өткен шақты артқа тастаңыз да алға қарай жылжыңыздар деп айтқым келеді. Барлықтарыңызға қазір бір жерге ыңғайлы жантайсаңыздар, медитацияны бастаймыз. Жандарым, күндерім, айларым, сіздерге деген мол махаббатпен осы медитацияны мен қазір бұл медитацияны мен бұрын жасаған болатым. Бұл жерге мен өзімнің авторлық ойларымды да қостым. Бұл менің медитациям емес. Осы ата-ананы кешіру және өзіңнің жалпы түпкі тамырыңның, өзіңнің родыңның күшін алу деген медитацияны жасайтын боламыз. Ыңғайлы жантайсаңыздар екен. Терең дем аламыз. Көзімізді жұмамыз. Аяғымызды сеземіз. Тіземізді сеземіз. Кеудемізді сеземіз. Өзіміздің ішімізді сеземіз. Қолдарымызды сеземіз. Өмірдің бүкіл күйбең тіршілігін, бүкіл сәттерін артқа тастап, бір сәтке өзімізді барлығынан босатамыз. Кеудемізге ауа кіреді, сыртқа қарай шығады. Саусақтарымызды сеземіз. Алақанымызды сеземіз. Шынтақтарымызды сеземіз. Екі иығымызды сеземіз. Арқамызды сеземіз. Барлық дене мүшемізді босатамыз. Босатамыз. Бүкіл назарымызды кеудемізге кірген және сыртқа қарай шыққан ауаға ғана назарымызды аударамыз. Ішіміздегі алып күшті, сізге өмір сыйлаған, сіздің бүгінгі жарық дүниені көруіңізге ықпал етіп отырған алып күшті, ол күштің қолдауын, шексіз махаббатын сізге деген сеземіз. Әке-шешемізден, айналамыздан, өскен ортамыздан, өмірлік тәжірибемізден, жан-жағымыздағы адамдардан ала алмаған махаббатты осы сіздің ішіңіздегі жаратқанның бір бөлшегі іспеттес
алып күш сізге беруге дайын. Ол сізді бүкіл болмысыңызбен жақсы көреді. Сіздің ішіңіздегі алып күш, сіздің бойыңыздағы бүкіл жаманшылықты, бүкіл жақсылықты барлығын біледі. Бұл күш сізді бүкіл болмысыңызбен, қателіктеріңізбен, ішкі қиналыстарыңызбен, жол таба алмаған тығырықтарыңызбен барлығымен қабылдауға әзір. Өзгелер бере алмаған, адамдар бере алмаған махаббатты ол күш сізге беруге әзір. Сіз тек қана қабылдауыңыз керек. Қабылдадым. Жаратқанның жарқын махаббатын қабылдадым. Мен ішіндегі алып күштің арқасында мынау жарық дүниені, өмірді көрудемін. Осы күш маған шексіз махаббатын беруде. Мен ол махаббатқа лайықтымын. Қабылдадым. Сізге айналаңыздан махаббатты күтудің, әке-шешеңізден күтудің, немесе жақындарыңыздан күтудің қажеттілігі де жоқ. Өйткені сіз осы жарқын күштің махаббатынан жаралғансыз. Ол сіздің болмысыңызды толықтай біледі. Біле тұра, осы ішіңіздегі жарқын күш сізді толық жақсы көреді, сізді шексіз сүйеді, сіздің оған қосылғаныңызды, бір болғаныңызды, сіздің ол күшті сезінгеніңізді қалайды. Қабылдадым махаббатты. Мен махаббаттан жаратылғанмын. Мен махаббатпын. Сіз осы күшке қосылған кезіңізде сізге өзгелердің махаббаты, өзгелердің реніші, өзгелердің қолдауы еш қажеті жоқ. Өйткені сіз өзіңізді таптыңыз. Дәл қазір көз алдыңызға ұзын сонар жолды елестетіңіз. Сол жолдың бойында тұрған бір адамды көріңіз. Оның келбеті алыстан қарауытып көрінуде. Ол адам сізге қарай жақындап келеді. Жақындаған сайын ол адамнан өзіңізді таныңыз. Мүмкін сіз дәл қазір құласып тұрсыз. Мүмкін сіздің жылағыңыз келіп тұр. Мүмкін сіз өзгелерге өкпелісіз. Мүмкін сіздің ішіңізде өзіңізге деген реніш бар шығар. Мүмкін сіз махаббатсыз, мүмкін сіз өзгелерді жақсы көріп тұрсыз. Ештеңе маңызды емес. Сол болмысыңызға қарап, өзіңізге қарап, толық өзіңізді қабылдаңыз. Мен сені жақсы көрем, мен сені қабылдаймын. Бүкіл қателігіңмен де, бүкіл жақсылығыңмен де, бүкіл болмысыңмен де, мен сені жақсы көрем, мен сені қабылдаймын. Өзіңізге қарап, өзге адамға айналуын тілемеңіз. Бар болмысыңызбен, бар қателігіңізбен, дәл осы жерде, дәл осы сәтте, өзіңізді дәл осы кезеңге келген уақытыңызда қабылдаңыз. Мен сені қабылдаймын, жақсы көремін. Мен сені қабылдаймын, жақсы көремін, жаным менің. Ішкі сезімдеріңізге баса назар аударыңыз.
Endi alstan kele жатқан bir adamды көріңіз. Ол адамның ақырын жүрісіне назар аударыңыз. Ол адам жол айрықта сізге қарай ақырын жақындап келеді. Ол адамға қараңыз да алыстан келе жатқан әкеңізді таныңыз. Әкеңізді таныңыз. Ол сізге қарай келе жатыр. Әкеңіздің бойында жақсылық та, жамандық та қатар аққанын, оның да қателесуге, оның да өмірден өз сабағын алуға толық құқысы бар екенін ұғыңыз. Бүкіл болмысын, бойындағы ішкі қиналыстарын, жақсылығын, барлығын көре біліңіз. Көре біліңіз. Оған қараңыз да, мен сені қабылдаймын, қабылдаймын. Мен сені қабылдаймын, қабылдаймын. Осы сөздерді үздіксіз айтыңыз. Әкешім, сен қателесуге, өзіңнің білген өміріңді сүруге толық құқылысың. Мен де қателесуге, мен де адасуға толық құқылымын. Мен сені қабылдадым. Мен сені кешірдім, мен сені жақсы көремін. Мен сенің өмір жолыңды толық қабылдадым. Мен сенің басқа адамға айналуыңды күтпеймін. Сен маған барыңды бердің. Сен маған өмір сыйладың. Әкешім менің. Мен есейдім. Мен өмірді түсіндім. Менің кішкентай балалықтарым үшін, сенен өзге болмысты күткенім үшін, өзге адамға айналмағаныңа ренжігенім үшін, кешір мен әкешім. Кешір мен әкешім. Менің ішімде саған деген қатты реніштер болған. Мен бала болдым. Өмірді түсінбедім. Сенің ішкі қиналыстарыңды ұқпадым. Сенен жоқ болмысты күттім. Сенің бойыңдағы жақсылығыңды көре алмадым. Жамандығыңды тердім. Кішкентай кезімдегі ішкі қиналыстарымды жібере алмадым, әкешім. Өмірде жылаған сәттерімде, қиналған сәттерімде сен маған жетпедің, әкешім. Сенен қолдау күттім, махаббат күттім. Сенен басқа болмыс күттім. Мен сені қабылдадым, әкешім. Мен сені жақсы көрем. Мен сені кешірдім. Сен де мені кешір, әкешім. Дәл қазір әкеңіздің артында тұрған өте көп оның ата-бабаларын көріңіз. Қаншама ұрпақ жылдардан жылдарға өмірді жалғастырып, бір-біріне өмірді беру арқылы, сол өмірді әкеңіз арқылы сізге беріп отыр. Әкеңіздің артында тұрған қаншама ата-бабаларыңызды көру арқылы, олар сізге өзінің күшін,
сізге беріп отырған ұғыңыз. Ол күш әкеңіз арқылы сізге дарып отырған ұғыңыз. Ата-бабаның күші, олардың аманаты, олардың өмірі сіздің бойыңызда ағып жатқанын терең түсініңіз. Рахмет саған әкешім, рахмет саған ата-бабаларым. Мен сендердің күштеріңді қабылдауға, алуға дайынмын. Мен сіздердің шексіз махаббаттарыңызды қабылдауға, алуға дайынмын. Бүкіл ата-бабаларыңыз сізге батасын беруде. Қаншама ғасырлар бойы олар өмірді жалғастыра отыра. Сол өмірді бүгін сізге берді. Сол өмірдің жалғастырушысы сізсіз. Әкешім, мен сенің күшіңді алдым. Мен сенің маған берген күшіңді сезіндім. Қаншама ата-бабамның беріп келе жатқан опорасын сезіндім. Менің бойымда осыншалық күш бар екенін ұға алмадым. Мен оны дәл қазір ұқтым. Осы сөздерді терең сезіне отырып айтыңыз. Әкеңіздің сізге жымиып қарап, махаббатпен тұрған сұлбасын көріңіз. Қаншама ұрпақ бір-біріне махаббатты беріп келеді. Махаббаттың берудің жолын әркім әрқалай ұғады. Ең бастысы махаббат деген өмір. Ол сіздерге өмірді беруде. Осыны терең ұғыңыз. Енді тағы бір айрық жолдан келе жатқан адамның сұлбасын көріңіз. Жақындаған кезде ол сіздің анаңыз екенін ұғыңыз. Анаңыз сізге қарай мейірімін төгіп, махаббатын бөліп, жақындап келеді. Анаңыз да сізге өзінің бар білетін махаббатын берді. Өзінің бар түсінген махаббатын бөлді. Анашым менің, мені жарық дүниеге 9 ай 10 күн көтеріп әкелгенің үшін саған деген алғысым шексіз. Анашым менің, мен бүгін есейдім. Сенің де қателескеніңді, сенің де қиналғаныңды, сенің де өмірден шаршағаныңды, жол таба алмаған сәттерің болғанын, бар білеріңді бергеніңді ұғамын, анашым. Мен сені бар болмысыңмен, бүкіл болмысыңмен қабылдаймын, анашым. Мен сені шексіз жақсы көремін, анашым. Сен менің бекерге анам болып жаратылмадың. Әкем екеуің берген жол арқылы мен өзім өмірдің сабақтарын алдым. Әкем берген жолдар арқылы, әкем екеуің берген жол арқылы
мен өмірдің ащысында, тұщысында, барында сезіндім. Сендерге шексіз алғыс айтам. Мен сендерді бар болмыстарыңызбен қабылдаймын, анашым, әкешім. Дәл қазір анаңыздың мейірім төге, сізге деген махаббатпен қараған болмысын, жанарын көріңіз. Анашым, мен есейдім, мен өмірді түсіндім. Мен есейдім, анашым. Мен өзгелерге өкпелеген кішкентай болмысымды артқа тастай алдым, анашым. Мен сенің шексіз махаббатыңмен, мейіріміңмен жаратылғанымды ұқтым, анашым. Сен қолыңнан келгеніңнің бәрін бердің, анашым. Кешір мені, анашым. Кешір мені, анашым. Өмірді енді ұқтым, анашым. Осы сөздерді айтқанда анаңыздың ерекше мейірімге, махаббатқа бөленгенін байқаңыз. Анаңыздың артында тұрған қаншама ата-бабаларын көріңіз. Олардың да өмірдің жалғастырушысы екенін ұғыңыз. Сол өмір ақырын сізге қалай керіп жетті. Анаңыз арқылы, қаншама ата-бабалар арқылы сіздің бойыңызға махаббаттың құйылып жатқанын сезіңіз. Қаншама бабалары, ұрпақ ата-бабалары арқылы махаббат сіздің бойыңызға құйылуда. Әкеңіз арқылы күш сіздің бойыңызға құйылуда. Сіздің бойыңызда күш те, махаббат та бар. Осыны терең сезініңіз. Дәл қазір өзіңіздің ішкі сезімдеріңізге қайтадан назар аударыңыз. Кеудеңізге ауа кіреді, сыртқа қарай шығады. Ішіңіздегі қараңғылықты, ішіңіздегі жаратқанның бөлшегін көре біліңіз. Ішіңізде аққан толассыз энергияны сезініңіз. Ол энергияның өмір екенін, сіздің бойыңызда бұрқанып өмір ағып жатқанын ұғыңыз. Мен сені жақсы көрем, өмірім. Дәл қазір теңдесі жоқ. Өзіңіздің өмірдің иесі екенін терең сезініңіз. Сізге ол өмірді жаратқан сізді жақсы көргендіктен шексіз махаббатымен бергенін ұғыңыз. Мен сені жақсы көрем, өмірім. Мен сені жақсы көрем, өмірім. Мен сені жақсы көрем, жаратқан. Мен сенің шексіз махаббатыңды дәл қазір толық сезіндім. Мен өзім махаббатқа айналдым. Мен ол махаббатты өзгелерге үлестіруге, беруге, қуануға, өз өмірімді еркін махаббатпен сүруге дайынмын. Ішіңіздегі сезімдерге баса назар аударыңыз. Ішіңіздегі бұрқанған сезімдердің сізге үздіксіз жауап қатқанын
ұғыңыз. Сіз өмірдің жалғастырушысыз. Сіз арқылы қаншама бойыңызда өмір ағуда. Осыны терең түсініңіз. Мен сені жақсы көрейін, өмірім. Мен сені шексіз жақсы көрейін. Кеудеңізге ауа кіреді, сыртқа қарай шығады. Кеудеңізге кірген және сыртқа қарай шыққан ауа, ол сіздің жаратқанның махаббат екенін ұғыңыз. Сол кірген, шыққан ауаның арқасында өмір сүріп отырғаныңызды, бұл жаратқанның сізге деген шексіз махаббатының көрсеткіші екенін терең сезініңіз. Мен бақыттымын. Менің кеудемде жаным барда бақыттымын. Менің бойымда буырқанып өмір аққанда мен бақыттымын. Кеудемде жаным барда мен бақыттымын. Кеудеме ауа кіріп және шыққанда мен бақыттымын. Осыны терең сезініңіз. Ала бер, ханым. Қалайсыздар, жандарым? Қалайсыздар? Сіздерге көрінді ма, естілді ма? Мен маргат етіп тұрғын видео. Былайда, қыздар, мен сіздерге келесі жолы сабақта терең түсіндіретін болам. Жалпы мен сіздерге айтқым келетіні, өмір деген біз ойлағандай ұзақ емес та. Біз ойлағандай өте ұзақ ғасырға ғана өмір сүреміз, егер сүрсек. Өмір деген көз ашып жұмғандай, былайша айтқанда. Сондықтан біз болмайтын ренішке, болмайтын өзгелерді қабылдамауға, өзгелердің өзге адамға айналмауына, өзіміздің бүкіл ғажайып өмірімізді тәрк етіп, жұмсап келеміз. Яғни адамдардан жоқ болмысты күтеміз, оған ренжиміз, оған лайланамыз, оған уақытымызды арнаймыз, одан қайғырамыз. Оның барлығы тегін болып жатқан жоқ. Оның барлығы біздің өмірімізді, біздің бүгінгі қуанатын сәтімізді, біздің бақытты болатын шақтарымызды, осының барлығын алуда. Соны терең түсінсеңіздер екен деймін. Бұл медитацияны сіздерге бірнеше мәрте жасауға кеңес беремін. Алла қаласа, бүгін дүйсенбі ғой, четверг күні кездесеміз. Сол күні біз уже өзіміздің эмоцияларымызға, эмоциональный IQ, эмоциональный интеллект деген тақырыпқа мен сіздерге өтетін боламын. Сол тақырыптар қарай сөз етеміз. Әзірге медитациялар